Hello, сәлем. Бүгін мен сіздерге бір қарапайым қыз туралы айтамын. Оның аты Айым. Айым сабырлы қыз. Ол ағылшын сабағын жақсы көреді. Бірақ сөйлеуден қорқады. Сыныптастарынан ұялады. Мұғалім сұрай ма деп қорқады. Ол қате айтсамшы, мені күлкі етер ме деп уайымдайды. Бір күні ол күнделігін ашып былай деп жазды. I will stop being afraid. Мен енді қорықпаймын. I will raise my hand in class. Мен сыныпта қолымды көтеремін. I will speak even if I make mistakes. Қателессем де сөйлеймін. I will practice every day. Мен күн сайын практика жасайтын боламын. I will learn 5 words every day. Мен күн сайын 5 сөз үйренетін боламын. I will improve. Мен дамимын. Деп жазды. Ол бір нәрсені түсінді. Өзгеріс қорқынышты жеңуден басталады. Бұл сөйлемдер future simple tense формасында. Future simple tense жай келер шақ. Ол уәде беру, жоспар құру, ниет білдіру үшін, бір әрекетті алда істеуді айту үшін қолданылады. Егер бір әрекет болашақта болатын болса, біз will көмекші етістігін қолданамыз. Бұл шақтың жасалуы өте оңай, себебі барлық шақтарға will қолданылады. I, we, you, they, he, she, it, plus will, plus verb, етістік. Осы формула арқылы жасалады. Will етістігі бастауыштан кейін тұрады, ал will-дан кейін негізгі етістік тұруы қажет. Негізгі етістік бірінші формада қалады. Go, eat, play және тағы да басқа. Ешқандай жалғанбайды, өзгермей сол күйінде қолданамыз. Мысалы, I will come. Мен келемін. She will try. Ол тырысады. We will be better. Біз жақсырақ боламыз. Ал осы есімдіктермен will етістігін қысқартып көрейік. I will. I'll. We will. Will. You will. You will. They will. They'll. He will. He'll. She will. She'll. It will. It'll. Ал болымсыз сөйлем құрау үшін not қажет болады. I, we, you, they, he, she, it, plus will not, plus verb етістік. Will not, won't болып қысқарады. Мысалы, I won't come. Мен келмеймін. She won't try. Ол тырыспайды. We won't be better. Біз жақсы болмаймыз. Сұраулы сөйлемде will бастауыштың алдына шығады. Яғни екеуінің орны ауысады. Will plus I, we, you, they, he, she, it, plus verb етістік. Мысалы, I will come. Will I come? Мен келемін бе? She will try. Will she try? Ол тырысады ма? We will be better. Will we be better? Біз жақсы боламыз ба? Ал келер шақ екенін тануға көмектесетін мынадай уақыт сөздері бар. Tomorrow, ертең. Next week, келесі аптада. Next month, келесі айда. Next year, келесі жылда. Next summer, келесі жазда. In an hour, 1 сағаттан кейін. In 5 minutes, 5 минуттан кейін. In 5 days, 5 күннен кейін. Soon, жақында. Later, кейін. Tonight, бүгін түнде. The day after tomorrow, бүрсі күні. Енді
осы уақыт сөздерін қолданып сөйлем құрайық. Мысалы, I will come tomorrow. Мен ертең келемін. She will try to find a job next month. Ол келесі айда жұмыс табуға тырысады. We will be better soon. Біз жақында жақсы боламыз. Сөйлемде I, we, you, they, he, she, it есімдіктерінің орнына адамның аттары немесе my dad, my sister сияқты сөздерде қолданылады. Ал айым туралы айтатын болсақ, ол өзгере бастады. Келесі сабақта ол қолын көтерді. Ол сөйледі. Қателесті, бірақ күлімдеді. Себебі ол өзіне уәде берген. Ең бастысы ол бастады. Ал сен қандай уәде бересің? Комментарийге жазыңыздар. Сонымен болашақты өзгерту үшін I will деп бастау керек. Айым мектептен шығып бара жатып, досының кітаптары түсіп кеткенін көрді де I'll help you деді. Мен саған көмектесейін деп кітаптарын жинауға көмектесті. Мұнда will сол сәтте шешім қабылдап тұрғанда да қолданылады. Алдын ала жоспарланған шешім емес, кенеттен пайда болған шешім. Ал үйге келгенде Айымның анасы оның шаршағанын көріп, You look tired. I'll make you some tea. Сен шаршаған сияқтысың, саған шай жасап берейін деді. Мұндай сөйлемдер көбіне I'll немесе I will формасында болады және жоспарланбаған, дәл сол сәтте қабылданған шешімді білдіреді. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сонымен бүгінгі әңгіме сабағым аяқталды. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай.